мысалы мен өзімді как композитор тіркеліп тұрмын да, авторлық қоғамда атын не істемей қояйын. Сол жақта барып 2013-те тіркелгем. Сөйтіп әндер жаздық, бір әндерімізді өзіміз орындадық, өзіміз тоже сен сияқты бізді әнші болдым деп келдік қой. Сөйтіп студияға кетіп қалдық мысалы. Сол кезде ән бардық та бір история болды. Сөйтіп әндерім тіркеп кетті, жарайды деп 2013-те тіркеп кеттім. Кейін ән деген ұмытылды. Одан кейін барған жоқпын. Жүрдім, арада 3-4 жыл өтті. Сөйтіп Әзімбек Байлин деген білесіздер, Алашұлы, экс-Алашұлы, қазір өзі сольный әнші болып жүр. Сол Әзімбекке әндерін шығара бастадым, әндерін жаза бастадым. Ашы деп соның әнін шығардым. Содан тағы да Джулиеттамсың бар, сағынып жүрсің бе, көп бірінші бастадық сольныйын. И сол кезде бардым да авторский право қорғауға бардым мен. Сөйтіп авторский қорғауға бардым. Сол жерден 40 қабым, сол бұрында 2013 мен есімде ғой, бір апай отырған. Сол апайдың түресінде алып қапты мен тіркеген кезде. 40 басам, сол апай отыр екен. Мен танып қойдым, тұрмдасы, мен танымайынша саламаса қалайсыз апай деп сөйтіп отырсам, "О, келдің ба сен?" деді ана кісі. Мен арада 5 жыл өтіп кеткен уже. Оның алдында не болды? Ол алда әндер тіркедім ғой мен. Барып тіркедім, сол кісі болды. Болған жоқпын мен, 5 жылда барған жоқпын әнге. Сөйтіп келесі әндерін тіркейін да тарап деп барғам ғой енді. Отыр, қалайсыз? Ой, қалайсыз? Мен сені іздеп жүрмін ғой деді. Мен іздеп жүрсіз бе? Иә. Қалайсыз? Мен сені танимын ғой, сен Мейірлан емессің ба деді. Мен таңғалып қалдым, деп. Сонымен келді, әндеріңді сен гонорарыңды алып кет деді. Ана кісі мен тұрымды таңғалып, қандай гонорар деймін ғой? Мен тіркеуге барғам негізі. Саған гонорар түсті білесің бе? Сені іздеп жүрміз деді. Қазір онда мына кісіге бар, кассадан бір қағаз жазып береді. Сол ар жаққа бар, кассаға бір гонорарыңды аласың деді. Ойында түбі жоқ. Сонымен деген алдында нені парақты алып кассаға бардым. Енді 10-15 мың, 20 мың теңге бір түскен шығар депші. Сен де осыдан соң мен атымды, фамилиямды ана кассада бердім. Все деді да, алды. Все, как күтіп тұрды да, сразу сол жерде жүк деп 135 мың теңге санап берді маған. Ана жас, ол 2017-лерде, бір 17-18. Анау 135 мың өмір ұстамаған сияқты қуандым мына жерде. Енді ауада келген ақшада, деп алды да, сонымен не керек, 130 сол жоқ болды.